Жуық арада Жәлел Хизатов көшесі бойында жаңа Гүлзар халық игілігіне тапсырылады. Әзірге мұнда құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Гүлзардың аумағы 4000 шаршы метр жерді алып жатыр. Оның 3000-нан астамында қалалықтар серуендеп тыныға алады. Осы аумақта қазірдің өзінде жарық шамдары орнатылып, кеспе тастар төселді. Бұдан бөлек Гүлзарда балаларға арналған шаһардағы ең үлкен ойын алаңқайы қойылады. Площадь игровой площадки 950 квадратных метров. Балаларға арналған ойын алаңқайы 950 шаршы метр жерді алып жатыр. Балғындарға арналған тың шағын кешен 14 элементтен тұрады. Алаңды тұрғызғаннан соң бетон төселіп, резеңке қаптамамен жер балаларға қауіпсіз етіп жасалмақ. Құрылыс жұмыстарымен айналысып жатқан участке басшысының сөзінше, бүгінде Гүлзардағы жұмыстардың 90% аяқталды. Қалғаны ойын алаңқайын қойып, қалалықтарға қолайлы жерді абаттандыру. Алдағы аптада осында 24 жаңа орындық жеткізіледі. Тұрғындар Хизатов көшесіндегі өзгерістерге оң бағасын беріп отыр. Скверы нужны. Мы вот с маленькими детьми хотели бы ходить на площадочке, отдыхать. Это очень хорошо, конечно. Город радует. Я сам тут родился на Втором Кирпичном. На этом месте раньше была барахолка, поле было. Все застроилось, очень красиво. Бүгінде Гүлзарда шырша ағаштары отырғызылды. Жоспарда жасыл желектілердің қатарын арттырып, бұл жерді көгалдандыру.